Қайырлы кеш, құрметті Жаңайдар Болатбекұлы YouTube арнасының көрермендері. Бізде тағы да жаңа контент, жаңа бейне. Бұл жолы біздер әдеттегідей өзімізге алынған, жалпы сыйланған сыйлықты түсіргелі отырмыз. Осының алдында біздер парфюм түсірген болатынбыз, яғни сыйлыққа келді. Енді туған күніме келген сыйлықты сіздермен бөліспекпін. Оны алғандағы әсер енді өте бөлек болды. 29 жасқа толған кезде, мен жасым білбейтін болды, көп адам. Өзімнің сыйлас ағам Шаутенов Қайрат Маратұлы және өзімнің інім, досым, сыйлас жақсы араласамыз, Сыралиев Темірлан Біржанұлы деген. Сол екі азамат бірігіп, мен туған күніме осы шахмат сыйлады. Шахмат тақтасын. Мен де шахматты жалпы ойнағанды жақсы көрем. Бос уақытымда шахмат ойнап тұрам. Үлкен ағаларымызбен және интернет арқылы да ойнап тұрамыз. Енді өзіңнің осындай шахматың болсын, үйіңде тұрсын деп, мінекей именной Жаңайдар Болатбекұлы деп арнайы жасатқан. Ерекше шахмат. Мен көрген шахматтардың ішінде бұл әрине ерекшесі деп айтуға болады. Өйткені сондай ыждахаттылықпен жасалған деп айтсақ болады. Шеберінің өзі сырты кожа, түсі де әдемі, яғни салып жүретін де бар, ішінде фигуралар да әдемі орналасқан. Мінекей бұның бір ерекшелігі два в одном, яғни екі нәрсе біріктірілген. Сырты шахмат, ішіне нарды ойнауға болады. Жалпы қазір біздер шахматты көрсететін боламыз сіздерге. Мінекей мынандай суреті бар ішінде. Батырдың суреті, былай да былай қарасаңыз да сол батырдың суреті тұр. Енді сырты арнайы қапталған, осындай өрілген, тігілген бетіне. Енді құратын боламыз. Ақтан бастап құрайық. Жалпы шахмат туралы әңгімемізді айта отырайық. Шахматтың енді шығу тарихы Үндістан елінен шыққан десек. Өзіміз енді шахматты жақсы көреміз. Шахматтың жарыстарын, әлемдік додаларды жібермей қарауға тырысамыз. Менің енді сүйікті шахматшым ол Фишер. Одан кейін Каспаровты жақсы көреміз. Ойындарын қараймыз ютубтан. Қазіргі кезде енді Магнус Карлсон әрине, ол шахматтың ең мықтысы деуге болады қазіргі кезде. Өзім енді Магнусқа балет етем. Одан бөлек Ресейден Ян Непомнящий деген керемет шахматшы бар. Жалпы соның да жанкүйерімін. Қазір мықты шахматшылар өте көп. Шахмат өте қарқынды дамып жатыр. Әсіресе осы Қазақстанда жақсы дамып жатқаны бізді қуантады. Біздің қыздарымыз Жансая Әбдімалик, одан кейін Динара Сәдуақасова, Бибісара Асауаева деген сынды шахматшыларымыз өте жақсы. Шахматшы қыздарымыз еліміздің намысын абыройлы қорғап, әлемдік додаларда көк байрағымызды желбіретіп, еліміздің атын шығарып жатыр. Мінекей шахматты құрғанша сіздерге әңгіме айтып, шахмат туралы білетін ақпараттарымызбен бөлістік, құрметті достар. Осындай сыйлық алдық туған күнімізге. Осы сыйлықты сыйлаушы Қайрекең мен Тимош бауырыма, яғни Қайрат ағамыз бен Темірлан бауырымызға үлкен алғыс білдірем. Алғандарыңыз тек елдің алғысы болсын. Шәкірттеріңіз биік додаларда топты жарып, аттарыңызды, атақтарыңызды алысқа дейін шығарсын. Елдің үмітін ақтай берсін. Жаңа қаланың бағына туған дарынды шәкірттеріңіз көп болсын дегім келеді. Осымен біздің бейнеміз, шағын бейнеміз аяқталды, құрметті достар. Бейнеміз ұнаса, обзорымыз каналға жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар.
бөлісіп қойыңыздар. Келесі күндерде жақсы осындай обзорларда кездескенше.